Қысқасын айтқанда, мен студентпін. Ол күні мен ерте тұрдым, зорға ерте тұрдым. Бүгін досым екеуміз сабаққа колледжге баруымыз керек. Ол ұйқыдан тұрмады. Мен оның ұйқысына қарап өзім ұйықтағым келіп кетті. Кстати, егер білмесеңдер, біз студенттер үйіндеміз, яғни общага. Мынау біздің бөлмеміз, мынау туалет, мынау ванна, мынау мен, мынау коридор. В общем, кайф. Бүгін мен бірнеше үй тапсырмасын орындауым керек. Бірақ ең алдымен мен маңызды шаруаларымды бітіріп алайын. Жекпас атып білмесең дағы ойнайды. Так, үй тапсырмасы. Құрсыншы бір сылтау салам. Жалпы колледжге мен күнде троллейбуспен барам. Қаланы көріп дегендей. Каспиімде болса 1000 теңге. Ол деген где-то 1-2 проезд, хавчик пен сушіне қажететін нәрсе ғой. Ал мен болса оның орнына дойын сатып алдым. Ну чё, кайф қой. Бірақ сол кайф ұзаққа созылмады. Маған срочно ақша керек. Мен колледждегі группаластарыма идея айттым. Олар менің идеям фигня деді. А чё, банктоны фигня ма не? Олар просто түсінбейді ғой. Жалпы колледжде көбінесе іш пысады. Әдеттегі күн примерно былай өтеді. Тұру, таңғы ас, жол, оқу, тағы да жол, жату, сотка, ойын, тағы да жату. Сөйтіп қайталана береді. Оқудан кейін біз общаға қайтып келдік. Айтпақшы бізде әдемі вид, тау, тыныш район. Кеше балконға киімдерді іліп қойған едім. Қарап қайту керек еді. Балконға барсам киімдерім жоқ. Киімдерімді қойшы. Дамбалым қайда? Алады деймін да осы адамдар. Біреудің дамбалын ұрлап, қарным ашты қайтты. Ал сендер білесіңдер оған дейін сол ақшаны қайда құртқанын. Жігіттер дос-жиға келді. Красавчиктер. Мен шайнек қойдым. Шайнекте су жоқ. Ал су кранда. Кранды қостым. Шайнекке толтырдым. Шайнек қойдым. Біз жігіттермен дос-жиг жеп ұйықтап қалдық. Қысқасы студент өмірі болса әрі қарай не түсіремді білмеймін, себебі уақыт тығыз, менде басқа шаруаларым да бар, сендердің де. Так что без обид. Қарағандарыңызға рахмет.